аударма ретінде Семен Хейнидің нөмірі 8 жалау деген поэзиясын өзімнің аудармамен оқығым келеді қазақ тілінде. Баяғы аңыздардың бірінде Калмостың сопылары мінәжат етіп шіркеуде отырғанда бір кеме төбелеріне қалықтап келген деседі. Кеменің тереңге тартып сүйретілген зәкірі шіркеудің мұнарасына оралып, кеме қатты шайқалғанда орында тұрып қалған. Теңізшілердің бірі якорь бойлап төмен түсіп, бар күшімен жіпті шығарма алмақ болып жанталасады, дегенмен пәрмені жетпей дымы құриды. Мына пенденің біздің өмірге үйлесар түрі жоқ. Ол тұншығып өледі деген сонда тілбасы. Егер біз оны құтқармасақ, сопылар иықтарымен бірін-бірі көтеріп, байланған зәкірді шешті. Суға сүңгіген теңізші кемесіне көтеріліп, өзінің бір етті қатерлі сапарын осылай аяқтады. Рахмет.